Арайлап таңым, асқақтап тауым. Жаратылыстың бар тамашасы дәл осында сияқты. Ал осындағы арай сөзінің мағынасы қандай деп сұрасам, атып келе жатқан таң деп жауап береріңіз анық. Ал расында қалай? Алпамыс жырында алпамыстың әкесі Байбөрі түйелерге: айдасам жөнге жүрмейсің, қарағымның артында ессіз қалған үлігі, арай жаным арай дейді. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде бұл жердегі арай сөзі сабыр, ұстам, тоқтам деген мағынада көрсетілген. Яғни ақырын жаным ақырын деген мағынада айтылса керек. Дәл осындай мағынадағы сөз Мұхтар Әуезовте кездеседі. Өлмегем сол ән күйіп арай арай, ол бірге өшпек болды арай арай. Абай операсының либреттосында Ажардың орындауында. Ал Рабиға Сыздықова апамыздың сөздер сөйлейді кітабында енді шашырай атқан таң шапағы болғандықтан білінер білінбес әрең деген мәні қоса айтылып тұр дейді. Жалпы арай есімі қызға да ұлға да жиі қойылады. Атқан таңдай арайлы шуақты болсын десе керек. Біз естімеген бір сөздің сыры осындай. Мен Ая Өміртай, келесі кездескенше күн жақсы.